Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Алматы облысы Алакөл ауданы Шарал қаласындағы педагог Мұхаммедбай Мыңбайұлы атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Азылқиясова Сымбат Мұратқызы. Бүгін біз 4-ші сыныптың математика пәнінен сабағымызды жалғастырамыз. Ортақ тақырып ғарышқа саяхат. Балалар, ғарышқа саяхат жасау үшін біз қандай көлікке отыруымыз керек? Дұрыс айтасыңдар, зымыран, яғни ғарыш кемесіне. Ал біз сол ғарыш кемесі қалай ұшатынын біз білеміз бе? Жоқ, оны білу үшін менімен бірге мына бейнероликті көруге келіңіздер. Ғарышта адамдар өмір сүре алмайды. Онда өте ыстық немесе өте суық болады. Адамдардың тіршілік етуіне қажетті су, жылу, жарық, тіпті ауа да жоқ. Ал ғарыш кемесінің ішінде адамдардың жердегідей өмір сүруіне барлық жағдай жасалған. Алайда онда кез келген уақытта ақау пайда болуы немесе күтпеген апаттық жағдай орын алуы мүмкін. Мұндай кезде скафандрдың ішінде ауаның мол қоры бар. Ол ғарышкерді ыстықтан, суықтан және шұғыл өзгерістерден қорғайды. Онымен тіпті ашық ғарышқа шығуға болады. Ал ғарышкер кемеден тым алыстап кетсе, жолдастарымен кез келген уақытта радио байланыс арқылы хабарласа алады. Ғарыштық зымырандарда өзгеше қозғалтқыш болады. Ол 3 бірдей баспалдақтардан тұрады. Әр баспалдақта қозғалтқыш пен отын бактері бар. Бірінші болып қосылатын және жұмыс жасай бастайтын ең төменгі баспалдақ. Соның көмегімен зымыран жоғарыға көтеріледі. Ұшар алдында зымыран бактеріне толтырылған жанармай тұтандырылады. Ол жанып газға айналады. Жоғары қысымның әсерімен газ зымыранды итеріп аспанға шығарады. Отын жанып бітіп, бак босаған уақытта төменгі баспалдақ істен шығады да, екінші баспалдақ жұмыс істей бастайды. Дәл осы кезде зымыран жылдамдық жинап, өте қатты ұшады. Отын біткен кезде екінші баспалдақ босайды да, ең соңғы үшінші баспалдақ қосылады. Осы сәт бірінші ғарыштық жылдамдық қосылып, кеме ашық кеңістікке шығады. Жақсы балалар, зымыран қалай ұшатыны бізге белгілі болды. Енді зымыранға отырып, математика сабағына саяхат жасайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Сабақ мақсаты әртүрлі құрама есептерді құрастыру, 3-4 амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және түрлі әдіспен шығару, ең тиімді әдісті анықтау. Құрама есептер деген не екенін білгіміз келсе, мына ережеге назар аударайық. Құрама есеп дегеніміз 2 не одан да көп амал арқылы шығарылатын есеп. Құрама есепті шығару үшін оны жай есептерге жіктеу керек. Балалар, жай есеп дегеніміз не екен? Жай есепте тек бір ғана қарапайым амалдан тұратын есептерді айтамыз. Байқасаңыздар, математикада есеп 2-ге бөлінді. Біреуі құрама есеп, екінші жай есеп. Жай есеп дегеніміз өте қарапайым есептерді айтады екенбіз. Құрама есеп деп 2 одан да көп амалдан тұратын есептерді айтады екенбіз. Енді мысалдар келтірейік. Зымыран жасайтын зауыттың 425 жұмысшысының әр қайсысы күніне 236 бөлшектен жасайды. Барлығы бір күнде неше бөлшек жасайды?
Ойланайық. Бізге жұмысшы саны белгілі. Әр жұмысшының бір күнде неше бөлшек жасайтыны бізге белгілі. Енді барлығы бірігіп неше бөлшек жасайтын табу үшін не істейміз? Ойланайық. Шешіп болсаңдар, менің жауабыммен тексеріңіздер. Міне, 425 пен 236-ның көбейтіндісі 100.300 болады екен. Бұл жердегі 425 жұмысшы саны, 236 әр жұмысшының бір күнде жасап шығаратын бөлшектерінің саны, 100.300 барлығы бірігіп бір күнде неше бөлшек жасап шығаратын саны. Біз оны жұмысшы мен олардың бөлшектерінің санын көбейттік. Жауабы барлығы 100.300 бөлшек құрайды. Ал енді айтыңдаршы, бұл қай есеп түріне жатады? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жай есеп. Себебі бір амалдан ғана тұр. Енді осы есебімізді күрделендірейік. Зымыран жасайтын зауыттың 425 жұмысшысының әрқайсысы күніне 236 бөлшектен жасайды. Оның 25-тен бір бөлігі авиатехника жөндеуге жібереді. Неше бөлшек авиатехника дайындауға жіберіледі? Енді қарайық. Ең бірінші біз барлық бөлшектің санын табамыз. Екінші, сол санның 25-тен бір бөлігін табуымыз керек. Енді айтыңдаршы, не шамалмен шығайын деп тұр бұл есеп? Дұрыс айтасыңдар, екі амалмен. Бірінші амалда 425 пен 236-ны көбейтіп, 100.300 барлық бөлшектің санын табамыз. Екінші амалда сол бөлшектердің санынан 25-ті бөліп 4012. Бұл 4012 дегеніміз 100.300-дің 25-тен бір бөлігі. Жауабы 4012 бөлшек авиатехника жөндеуге жіберілді. Балалар, осы есебіміз қай есептің түріне жатады? Дұрыс айтасыңдар, міне осындай есептерді құрама есеп дейміз. Себебі бұл екі амалмен орындалып тұр. Енді сендерге сұрақ. Осы есепті қалай өрнек түрінде жазуға болады? Міне балалар, жаңағы екі амалды біріктіріп, бір өрнек түрінде осылай жазуға болады екен. 425-тің көбейтіндісін 25-ке бөлеміз. Бірінші амал және екінші амал. Енді осы жерден өзімізге таңдау жасауымызға да болады. Өрнек түрінде ықшамдап жазып алып шешкен оңай ма? Әлде жәнегідей бірінші амал, екінші амал деп бірін астына бірін жазып шығарған оңай ма? Осы екеуін біреуін өзімізге таңдаймыз. Өзімізге тиімді жағын. Бірақ екі жолмен шығарсаңыздар да сіздер қателеспейсіздер. Міне балалар, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ондай болса, үй тапсырмасына кезек берейік. Өзіңе тиімді тәсілді пайдаланып есепті шығар. Ғарыш айлақта екі жаңа электр желісі жүргізілді. Бір желіге ұзындығы 48 километр, екіншісіне 2 есе кем сым жұмсалды. Егер 1 километр сымның массасы 159 килограмм болса, жұмсалған барлық сымның массасы қанша? Балалар, осы есепті шығару үшін бүгінгі сабақтан алған білімдерін көмектеседі деп ойлаймын. Бұл есеп неше амалмен шығарылады екен? Ойланамыз. Асықпай шығарамыз. Жауабын маған жіберуді ұмытпаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар.